Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 14-ші сабақ ю әрпінің жазылуы. 56-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен қара. Болат пен Юра құрылыс басына барды. Құрылыста адам көп екен. Құрылысшылар 9 қабатты үй салып жатыр. Үйдің бірінші қабатында сылақшылар бригадасы жұмыс істеп жүр. Гүлсара мен Юля құбырларды қою сырмен сылады. Ал Марат аға кранда жұмыс істейді. Құрылысшы болған қандай жақсы. Мәтіннің мазмұнын айт. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді теріп жаз. Жазған сөздерінің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Тапсырмаларды келесі бетте орындап көрейік. Мәтіннің мазмұны: Болат пен Юра құрылыс басына барады. Құрылыс алаңында адамдар көп екен. Құрылысшылар 9 қабатты үй салып жатыр. Бірінші қабатта сылақшылар жұмыс істеп жүр. Гүлсара мен Юля құбырларды қойып сырмен сылап жатыр. Ал Марат аға кранда жұмыс істейді. Балаларға құрылысшы болу өте жақсы көрінді. Екінші тапсырма: мәтіндегі қарамен жазылған сөздер Юра, Юля және қою деген сөздер. Енді осы қарамен жазылған сөздерді айтылуы және де жазылуы бойынша айырмашылығы бойынша салыстырамыз. Юра сөзінің жазылуы Юра болып жазылады, айтылуы Юра болып 4 әріппен айтылады. Ю әрпі сөз басында тұрғанда көбіне ю болып айтылады. Ал Юля сөзі жазылуы Юля, айтылуы Юля 4 әріп болып айтылады. Мұнда да ю, ию болып айтылады. Қою сөзі жазылуы қою, айтылуы қою, ал жазылуы мен айтылуы бірдей. Айырмашылық тек ю әрпі бар сөздерде байқалады. Жазылуы ю, айтылуы ию 2 әріп болып айтылады. Сөзде ю дыбыстары естілгенімен жазуда олардың орнына ю әрпі жазылады. Аю, көркею. 57-ші жаттығу. Сөздерді оқы. Олардағы дыбыстар мен әріптерді сана. Дыбыс саны мен әріп санының сәйкеспеу себебін түсіндір. Көбею, молаю, үлкею, есею, сарғаю. Үлгі бойынша бұл сөздерге дыбыстық талдау жаса. К әрпі дауыссыз, Ö дауысты, Б дауыссыз, Е дауысты, Ю И дауыссыз, У дауысты. Молаю сөзі жазылуы молаю 5 әріп, айтылуы молаю 6 дыбыс. М дыбысы дауыссыз, О дауысты, Л дауыссыз, А дауысты, И дауыссыз, У дауысты. Үлкею сөзі жазылуы үлкею 5 әріп, айтылуы үлкею 6 дыбыс. Енді дыбыстық талдау жасаймыз. Ö дыбысы дауысты, Л дауыссыз, К дауыссыз, Е дауысты, И дауыссыз, У дауысты. Есею сөзі жазылуы есею 4 әріп, айтылуы есею 5 дыбыс. Дыбыстық талдау жасап көрейік. Е дауысты дыбыс, С дауыссыз, Е дауысты, И дауыссыз, У дауысты. Бұл сөздерде әріп саны мен дыбыс санының сәйкес келмеу себебі ю әрпі 2 дыбысты білдіреді. 58-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, өлең құрастырып жаз. Ормандағы аю, ойы балға тою. Аю балды неліктен ұнатады деп ойлайсың? Балдың дәмі өте тәтті, аю сол себепті балды жақсы көреді. Аю, қою, тою сөздеріндегі ю қандай дыбыстардан құралғанын айт. Бұл сөздердегі ю дыбысы 2 дыбыстан құралған. 59-шы жаттығу. Оқы. Аю не деп жауап беруі мүмкін? Ол қасқырға қандай ақыл кеңес берді деп ойлайсың? Осы сұрақтарды басшылыққа алып, әңгімені әрі қарай жалғастырып жаз. Аю мен қасқыр. Бірде қасқыр аюлардан қыста ашықпау сырын білгісі келді. Ол аюдан: сендер қыс бойы неге ашықпайсыңдар деп сұрады. Аю оған былай жауап берді: біз жазда және күзде тоя жейміз. Түрлі жеміс-жидек, жаңғақ, бал жинаймыз. Денемізге май жиналады. Қыс келгенде інге кіріп ұйқыға кетеміз. Сол кезде жиналған май бізге азық болады деді. Сонда аю қасқырға ақыл кеңес берді:
Егер сен де қыста аш қалғың келмесе, жазда еңбек ет, азығыңды жина, ештеңеге ерінбе. Еңбектенсең, қыс бойы қарның тоқ болады деді. Міне балалар, әңгімені осылай жалғастырып жазып көрсек болады. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бұл сабақ сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басамыз, және де алдағы сабақтарды жіберіп алмас үшін міндетті түрде осы каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.